Достар, бүгін біздер сүзбелі және жидекті бәлішімізді бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін менің видеомды толық аяғына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің сүйікті бәліштерімнің бірі осы сүзбелі бәліш. Қажетті құралдарды, яғни құрамына қажетті заттарды миксердің табақшасына салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде қамырымыз, шекеріміз және майымыз. Арнайы миксердің насадкасымен жұмыс жасадым, бірақ сіздер қолмен де жұмыс жасасаңыз болады. Бірақ бір ескертетін жайт, тез орындау керек. Өйткені қолымыздың температурасы майдың еріп кетуіне үлкен септігін тигізеді. Дайын қамырымызға сұйық жұмыртқамызды қосып, тағы да араластырамыз. Бұл жерде көріп тұрғандай, достар, мен миксердің насадкасын ауыстырдым. Өйткені миксермен жұмыс жасағанда осы қамыр елеуге бұл насадканың үлкен септігін тигізеді. Жақсылап тұрып араластырамыз және араласып жатқан кезде міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Жан-жағын күрекшенің көмегімен дұрыстап қамырдың араластыруына бізде көмек беруіміз қажет. Міне қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандай, бұл қамырды жарты сағат мұздатқышқа, болмаса 1 сағат тоңазытқышқа қоюымыз керек. Қамырымыз дайын болғанша ішіндегі салмасын дайындаймыз. Барлық ингредиентті қосып, блендердің көмегімен жақсылап тұрып еземіз, яғни біркелкі салма болу қажет. Енді қамырымызды, салмамызды дайындап формаға орналастырдық. Алдын ала қызып тұрған пеште 180-200 градуста 15 минутта және одан кейін 150 градуста тағы да 20 минутта біз бәлішімізді пісіріп алуымыз қажет. Міне бәлішіміз дайын. Өте керемет. Қазақша контентті қолданыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша басыңыздар.